Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қысқа ұзақ сақталатын абрикостан компот дайындайтын боламыз. Бұл 100% тексерілген, сондықтан еш ойланбастан осы рецептпен дайындап көріңіз. Ең алдымен банкаларымызды тазалап жуып аламыз. Мен пищевой содамен жуып алдым. Сіздер өздеріңізге таныс кез келген әдіспен жусаңыздар болады. Жуылған банкаларымызды құрғатып, кептіріп аламыз. Құрғақ банкаларымызды духовканың ішіне орналастырамыз. Банкаларымызды әлі қызбаған, қосылмаған духовкаға саламыз. Орналастырып болғаннан кейін ғана духовкамызды 150 градусқа қосамыз. Банкамыздың толық стерилденуі үшін 1-5 минут қана жеткілікті болады. Ендігі кезекте абрикостарымызды жуып, жақсылап дайындап аламыз. 2-3 рет қайталап, суымызды ауыстырып отырып жуамыз. Компотқа арнайы езілмеген бүтін кішкене қаттылау абрикостарды таңдап аламыз. 1 лимонды жақсылап жуып, турап, дайындап аламыз. Турап алғаннан кейін лимонның ішіндегі дәндерін алып тастаймыз. Банкаларымыз стерилденіп дайын болды. Енді духовкамызды өшіріп, есігін ашып қоямыз. Духовкадан шығара салып, үстіне су құйсаңыздар, банкілеріңіз бірден сынып қалады. Сондықтан духовкадан шығарып, 3 минуттай суытып аламыз. Ыдысымызға су құйып, газға қоямыз. Осы кезде банкамыздың крышкаларында суға салып, 4-5 минут қайнатып аламыз. Стерилденген банкамызға абрикостарды орналастырамыз. Мен 2 литрлік банкіден 3 алдым. Және әр қайсысына 16 абрикостан орналастырдым. Менің абрикостарымның көлемі кішірек болғандықтан 16 штук алдым. Сіздер өз абрикостарыңыздың көлеміне қарай алсаңыздар болады. Әрбір 2 литрлік банка үшін 2 лимон кесіндісін салдым. Міне банкаларымызға барлығын осылай орналастырып дайындап аламыз. Міне біздің банкамыздың крышкалары да дайын болды, және суымыз да қайнап дайын тұр. Енді осы суымызды банкаларымызға құямыз. Қайнап тұрған суымызды банкаларымызға құйып, крышкасымен бетін жауып, 15-20 минутқа осы суда қалдырып қоямыз. Арада 20 минуттай уақыт өткеннен кейін банкамыздағы суымызды ыдысымызға қайтадан құйып аламыз. Суымызды құйып алғаннан кейін осы суды газға қойып қайтадан қайнатамыз. Газға қойылған суымызға 2 кесе қант саламыз. Қантын сәл аздау салсаңыздар болады, немесе сәл көптеу салсаңыздар болады. Егер сіздің банкыңыз стерилді болса, және барлық қағидалардың бәрі сақталған болатын болса, бұл жерде қанттың мөлшері ешқандай рөл ойнамайды. Яғни сіздің жапқан компоттарыңыз жақсы сақталатын болады. Суымыз қайнағаннан кейін банкілерімізге қайтадан суымызды толтырамыз. Компоттың суын банка мен крышканың арасында бос орын қалмайтындай етіп толтырып құйыңыздар. Енді стерилді крышкаларымызды қойып, закрывашканың көмегімен банкаларымызды жауып тастаймыз. Закрывашканы сағат тіліне бағыттас бұрай отырып жабамыз, және осы бұрап жатқан кезімізде біздің закрывашкамыз тіреліп қалады.
тірелгеннен кейін қайта кері бағытқа айналдырып закрывашкамызды алып аламыз және де банкімізді толық жабылғанын айналдырып тексереміз. Жауып алған банкаларымызды төңкеріп қоямыз. Үстіне қалың көрпелерді, жылы нәрселерді жауып, суығанша қалдырамыз. Міне біздің компоттарымыз дайын болды. Сіздерге іске сәт. Сіздер компотты қандай әдіспен әзірлейсіздер? Комментарийға жазып қалдыруды ұмытпаңыздар.